Ассалаумағалейкум қазақ елі. Менің атым Артем. Ешқашан бейтаныс адамдардан көмек сұраймын деп ойламадым. Бірақ бүгін анамды аман алып қалу үшін қолдан келгеннің бәріне дайынмын. Қазір анамның жағдайы ауыр. Оның өмірін сақтап қалудың жолы ол бауыр трансплантациясы. Донор болатын мен. Бірақ ота жасауға бізде әлі 30 мың ақш доллар жетіспейді. Әр күніміз уақытпен жарысқа айналды. Ең қиыны, ең қымбат, ең жақын адамның күннен күнге әлсіреп бара жатқанын көріп, оған жалғыз өзін көмектесе алмайтынын сезіну. Сондықтан сіздерден өтінемін, егер мүмкіндіктеріңіз болса, кез келген мөлшерде қаржылай көмек көрсетіңіздерші. Тіпті аз ғана көмектің өзі анамның өмірін сақтап қалуға жасалған үлкен қадам. Егер қаржылай көмектесе алмасаңыз, онда осы видеомен бөліссеңіз, немесе анамның сауығып кетуі үшін дұға етсеңіз, ол да біздің отбасымыз үшін үлкен қолдау. Көмек қолын созған әрбір жанға шын жүректен алғыс айтамын. Ата-аналарыңыз аман, дендері сау болсын. Бей-жай қалдырмағандарыңыз үшін рахмет.